Бәріне сәлем. Бүгін осындай шарбақта өсіп тұрған көк пияздардан мектеп кезінде бәріміз сүйіп жеген, ішінде салмасы бар пигоди дайындайтын боламын. Ол үшін ең алдымен пигодидің қамырын ашытып алайық. Таза құрғақ ыдысымызға сүтті, одан кейін қайнаған ыстық суды құйып, үстіне бір ас қасық қант, бір ас қасық тұрыш салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Үлкенірек ыдысқа ұнды електен өткізіп салып аламыз. Ортасын осы видеодағыдай ашып, ашытқан сұйықтығымызды құюға дайындап аламыз. Ашытқан сұйықтығымыздың беті осылай көпіршіктеніп, өзінің ашығанын білдіріп тұрады. Осыны ұнымызға құйып, оның үстіне бір ас қасық тұз және бір шай кесе шикі майымызды құямыз. Алдымен қасықпен араластырып, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырды бетін жауып, ашемін дегенше біраз уақытқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша, ішіне салатын салмамызды дайындап алайық. Ол үшін бізге капуста, пияз, сәбіз және көк пияз қажет болады. Алдымен пиязды жіңішкелеп турап аламыз. Одан кейін сәбізді үкіштен майдалап өткіземіз. Капустаны барынша жіңішке етіп турап аламыз. Орташа отқа табамызды қойып, кішкене май құйып, ең алдымен пиязымызды салып қуырамыз. Пиязымыз сары түс болғанша қуырып, оның үстіне үкіштен өткізген сәбізімізді салып, тағы да 5 минут қуырамыз. Жиі-жиі араластырып тұруымыз керек. Сәбізді 5 минут қуырып алғаннан кейін, үстіне капустаны салып, жиі-жиі араластырып тұру арқылы тағы да 7 минут қуырамыз. 7 минут өткеннен кейін мөлшерлеп тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қақпағын жауып, өз буына 10 минутқа қалдырамыз. Қазанымыздың астын ең төменгі отқа басамыз. Енді пигодиіміздің дәмін келтіретін көк пиязымызды майдалап турап алайық. Турап алған көк пияздың үстіне салмамыздың буға пісірілген бөлігін салып алып, үстіне керекті дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырамыз. Мен қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұзды қостым. Осы уақытта қамырымыз да ашып үлгереді. Тақтайға ұн сеуіп, қамырды түсіріп аламыз. Оны 2 бөлікке бөліп, видеодағыдай пішінге келтіріп аламыз. Жылан пішіндес пайда болған бөліктерді тағы да майда бөліктерге бөлеміз. Оларды шетіне дөңгелетіп, осындай кішкентай домалақ қамырлар жасап аламыз. Ұнды көбірек қосу арқылы оларды домалақ етіп жаямыз. Жайып алған қамырдың ішіне салманы салып, видеодағыдай өру арқылы екі жағын біріктіреміз. Осындай әдемі пішінде дайын болған пигодиларды майланған манта қазанға салып, 1 сағатқа буға пісіріп аламыз. Пигодилардың қамыры өте жұмсақ, дәмді, әрі сочный болып шығады. Осы пигодилардың ортасын ашып, мектептегідей сәбіз салатын саламыз. Сәбіз салатын қалай жасалу керек екенін, ең оңай рецептісін, дайындау жолы бар видеоның ссылкасын мен описаниеге қалдыратын боламын. Сәбізін салғаннан кейін
бетіне майонез бен кетчупын жағып, отбасы мүшелеріне бере берсек болады. Сіздерге рецепт ұнаған болса, видеома комментарий жазып, лайк басып кетіңіз және каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға рахмет.